Өзіңді кешіру медитациясы. Өзіңізге ыңғайлы етіп отырыңыз. Бүгін біз ескі уайымдарды жіберетін және өзіңізді кешіретін медитация жасаймыз. Медитацияға кіріспес бұрын мына қызықты затқа көңіл аударуыңызды сұраймын. Адамдар өзге адамдардың өзіне жасаған ең нашар қылықтарын кешіруге дайын келеді. Ал өзіне келгенде өзінің жасаған ең кіші күнәларын кешіре алмайды. Сол қателіктері үшін өзін жылдар бойы жейді. Өзін әлемдегі ең маңызды және ең сүйікті адамын жай ғана осыны түсінуге тырысыңыз. Терең тыныс алып шығарыңыз. Ал енді бастаймыз. Өзіңізге ыңғайлы етіп отырыңыз. Сізге шеттен кедергі келтірмесін және ештеңе қысым жасамасын. Сіздің қазіргі тапсырмаңыз барынша босаңсу. Тағы да терең тыныс алып шығарыңыз. Өзіңізге айтыңыз: мен барынша босаңсуға өзіме рұқсат беремін. Дем аламыз, демді шығарамыз. Дем шығарған сәтте бүкіл қатайған денемізді босаңсытамыз. Тағы да дем аламыз, демімізді шығарамыз. Тағы да денемізді босаңсытамыз. Бүкіл тәніңізді бақылап шығыңыз. Егер денеңіздің бір бөлшегі қатайып тұрса, сол тұсты көңіліңізді аударып, дем шығару арқылы босаңсытамыз. Дем аламыз, демімізді шығарамыз, босаңсытамыз. Дәл қазір алақаныңызды кеуде тұсына қойыңызды сұраймын. Алақаныңыздан беріліп жатқан жылуды сезініп көріңіз. Дем аламыз, дем шығарамыз. Алақаныңыздың астындағы кеудеге ауаның толып, қайта босап жатқанын сезініп көріңіз. Дем алыңыз, дем шығарыңыз. Қолыңыздан шыққан энергия денеңіздің терең бөлігіне еніп жатқанын, онымен қоса сіздің назарыңызда дәл солай тереңдікке кетіп жатқанын сезініңіз. Тағы да дем алып, дем шығарамыз. Сол тереңдікте өзіңіздің қателескен болмысыңызды елестетіңіз және кешіре алмай жүрген бейнеңізді елестетіңіз. Сондағы өзіңізді бәлкім бұл бұрын өтіп кеткен шақтағы жағдай болуы мүмкін. Бәлкім сіз ол жерде ересек болдыңыз, немесе жас өспірім бала болдыңыз, немесе кішкентай сәби болдыңыз. Жай ғана сол бейнеге қараңыз. Сіз сол кезде өзіңізді кешіре алмайтын қателік жасадыңыз. Сол адамды көріңіз. Дәл сол жастағы өзіңізді көріңіз. Сол мүсінге қарап, өзіңіздің не сезініп жатқаныңызды бақылаңыз. Осы уақытқа дейін кешіре алмайтындай ол соншалықты қатты кінәлі ме? Дәл сол кезде, сол жасыңызда басқаша жасауыңыз мүмкін бе еді? Оған қараңызшы, оның дәл солай жасамауына
саналығы, ақылы мен білімі, тәжірибесі мен шешім шығара алуы, біліктілігі мен түсінігі болды ма? Егер жауап жоқ болса, онда бұрынғы өзіңізге қарап, дауыстап айтыңыз: мен саған әлі күнге дейін ашуланғаным үшін кешірім сұраймын. Сені әлі күнге дейін айыптағаным үшін кешірім сұраймын. Терең дем аламыз, дем шығарамыз. Енді сенің сол кезде басқаша жасай алмағаныңды көріп тұрмын. Сол үшін де сені ары қарай кінәлауымның маңызы жоқ. Қайталаңыз: мен сені кешірдім. Мен сені сол кезде бұрынғы өзіңіздің дәл не үшін кешіретініңіз жайлы дауыстап айтыңыз. Дауыстап бәрін айтыңыз. Сенің басқаша жасай алмағаныңды көріп тұрмын. Сол үшін де сені кешірдім. Осы оқиғаға сырттан қараңыз. Ол шынымен де басқаша жасай алмады. Ары қарай өзіңізге дауыстап: мен ұзақ уақыттар бойы кешіре алмағаным үшін кешірім сұраймын. Айтыңыз: сенің ешқандай кінәң жоқ. Дем аламыз, демімізді шығарамыз. Бұрынғы өзіңізге қарап көріңізші. Шын мәнінде бұрынғы сіз басқаша жасай алмады. Бұл сол кездегі ең керегіз әрекеттер болды. Одан көбін, немесе одан жақсырақ сіз жасай алмайтын едіңіз. Терең дем алып, дем шығарыңыз. Енді қателескен адамның орнына тұрыңыз. Өзіңізді сол шақтағы жаста елестетіңіз. Кейін өзіңіздің алдыңызда болашақ есейген сіз тұрғанын елестетіңіз. Және ол айтады: сенің еш кінәң жоқ. Сенің басқаша жасай алмағаныңды көріп тұрмын. Саған ұзақ уақыт бойы ашуланып, кінә артып, айыптағаным үшін кешірім сұраймын. Терең дем алып, демімізді шығарамыз. Енді сізді қателіктеріңізбен бірге қабылдағандарын, сізді енді кінәламайтындарын сезініңіз. Болды. Сіз кешірілдіңіз. Енді денеңіз бен жүрегіңізде қандай сезім болып жатқанын сезініп көріңіз. Өзіңізді толықтай бейкүнә, таза сезініңіз. Терең дем алып, деміңізді шығарыңыз. Айтыңыз: мен күнәсізбін. Терең дем алып, демімізді шығарамыз. Енді сіздің ішіңізде кінәлаушы да, кінәлі де жоқ екенін ұғынып көріңіз. Бұл екі мүсінді бір толықтай бүтін етіп қосыңыз. Енді айтыңыз: менің ішімде кінәлаушы да, кінәлі де жоқ. Терең дем алып, демімізді шығарамыз. Өзіңіздің жағдайыңызды және қандай сезімдер болып жатқанын байқаңыз. Өзіңіздің кінәлі емес екеніңізді түсінгеннен бастап,
сізді ешкім де кінәлай алмайды. Осы сезімдерді есіңізге сақтап, терең дем алып, деміңізді шығарыңыз. Жаймен денеңізді созыңыз. Күлімдеңіз. Енді жаймен кері оралыңыз. Осы медитация арқылы өзіңізді әлі де кешіре алмаған бүкіл оқиғалар мен қателіктеріңізді өткізуді ұсынамын. Балалық шақтан осы күнге дейінгі барлық оқиғаларыңызды жазып, кейін осы техника арқылы жасап шығыңыз. Өзіңізді кінәлауға еш себеп қалмағанша осы техниканы жасаңыз. Есіңізге сақтаңыз. Сіз бейкүнәсіз.